Сәлем оқырман, бүгін біз тағы да өмірден алынған бір оқиғамен алданған арудың тағдыры жайында баяндайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, қоңыраушамен лайк басуды ұмытпаңыз. Оқиғада кейіпкердің есімдері өзгертілген. Телефон шырылдап қояр емес. Сыртта жүрген Гүлжан жүгіріп ішке кірді, бірақ қоңырау басылды да қалды. Қап, үлгермедім-ау, кім болды екен? Әлде Әлібек пе? Мейлі, керек адам қайта хабарласар деп шыға бергені қайта шырылдап жөнелді. Аяғын тезірек басып тұтқаны көтерді. Хабарласқан қайын сіңлісі Ажар екен. Жеңеше, қалайсыздар? Ажар, сенбісің? Шүкір, аман-есен. Өзің қалайсың? Жұмысың қалай? Үйреніп кеттің бе? Иә, жеңеше, үйрендім ғой, бірақ қиынырақ болып жатыр. Қалада талап көп. Сол үшін де сізге хабарласып отыр едім. Ағам қайда? Ағаң жұмысына кеткен. Тексеріс келеді деп азанымен кетіп қалған. Жеңеше, сізге айтарым бар. Мен ауылға барсам бола ма? Ағам маған жұмыс тауып берсе, сонда жұмыс жасасам деп едім. Қалада қиынырақ болып жатыр. Ауылда біраз үйреніп, тәжірибе жинақтап келмесем, кішкене қиналып жүрмін. Ағаммен сөйлесіп көресіз бе? Ағаңа айтайын, сұрап көрсін. Болып жатса, әрине, жұмыс жасағаның жақсы. Медбикке керек қой ауылға, сұрап көрер. Жеңеше, сұрап көрсінші, сосын қайта хабарын білермін ертең, деді Ажар. Кешкісін келгенде айтармын деп тұтқаны қойды. Ажар Әлібектің ағасының қызы. Өзі сондай әдемі, аққұба келген, пысық, ақ көңіл қыз. Гүлжан алғаш келін болып түскенде осы Ажар жеңешелеп қасынан шықпайтын, қасында жүріп көмектесіп жүретін. Сондықтан да Гүлжан Ажарды қатты жақсы көретін. Ажар да жеңешесін сүйікті жеңешем деп отыратын. Кейін Әлібек пен Гүлжан жұмыс бабымен басқа ауылға кеткен. Ал Ажар мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. Оқуын бітіріп қалада қаламын деп шешті. Енді міне ауылға келсем деп отыр. Тұтқаны қойған Гүлжан қайтадан тірлігіне кірісіп кете берді. Кешкісін Әлібек келген соң барлығына шай тамағын дайындап, балалардың қарнын тойдырып жатқызған соң Әлібек пен оңаша сөйлесті. Әлібек, бүгін Ажар хабарласты. Қалада қиналып жүргенге ұқсайды. Жұмысы ауыр ғой шамасы. Қысқасы ауылға барсам, ағам маған жұмыс тауып бере ме деп отыр. Не істейсің? Аурухананың бас дәрігері сенің досың. Мүмкін жұмыс сұрап көрерсің. Болып жатса осында келсін. Әрі Ажар келсе, мен де қуанамын. Көрейін сұрастырып, егер табылып жатса айтамын. Бүгін кеш болып кетті, таңертең барамын, деді Әлібек. Таң азанымен тұрып, Әлібек ауруханаға жол тартты. Барып қарындасы туралы сөйлесіп көрді. Іздегенге сұраған деп медбикелер жетіспей тұрған екен. Қуана-қуана қабылдаймын, деді. 2 күн өтіп Ажар хабарласты. Жеңеше, ағам сұрастырып көрді ме? Бар ма екен жұмыс? Әрине бар екен. Саған қалай хабар айтарымды білмей отыр едім. Өзіңнің хабарласып қалғаның дұрыс болды ғой. Ажар, ауылға келе бер, жұмыс сені күтіп тұр, деп күлді жеңешесі. Қуанып кеткен Ажар, рахмет жеңеше, болды барамын деп қойды. Ажар жұмысынан шығып ауылға барып орналасты. Аяқ қолы жылдам, Ажар бәріне үлгеріп, барлығының көңілін тауып жүр. Өзі ашық жарқын еді. Аурулардың көңілін сұрап, жылы сөзін айтып, сөз жәрдем беріп жүр. Келгеніне 4 ай болса да ауыл адамдарын әжептәуір өзіне баурап алды. Қолың жеңіл деп осы Ажарды іздейтін де болды. Өзінің ептілігіне риза болып Ажар жүр. Бүгінде кешкі уақытқа кезекшілікке бару керек. Жеңешесі екеуі бестік шайын ішіп, сырласып отырып қалды. Жеңеше, мен кеттім жұмысқа, отырып қалыппыз ғой, кешігіп қалармын, деген Ажар ішке киімін ауыстыруға кіріп кетті. Артынан Гүлжан бір зат алмақшы болып кіріп қалды. Кіре сала Ажардың ішіне көзі түсіп кетті. Кішкене асқазанының төмен жағы томпайып тұр екен. Қипақтап қалған Ажар жылдам киініп алды. Гүлжанға Ажардың ішінің сәл шыққаны ерсі көрінді ме? Немене, қыз басымен ішің шығып кетіпті ғой, деді. Білмеймін, тамақ ішсем болды, осылай шығып кетеді. Асқазан ауыра ма, қайдам, деп қояды. Солай де, деген жеңешесі аса қатты мән бермей қайта шығып кетті. Күндер өтіп жатыр, барлығы өз тірлігімен жүр. Әлібек азаннан кешке дейін жұмыс істеп кетеді. Гүлжан балаларының тірлігімен ол жүр. Күнделікті тамағы бар, кір киімі бар, одан сиыр сауып, күбі пісіп, тезек жасап, ауылдың тірлігі біткен бе? Таң атып, кеш батып, уақыт өте берді. Ажар да жұмысына барып келеді. Түнгі кезекке түскенде күндікпен ұйықтайды. Зымырап уақыт өте барды. Соңғы уақытта Ажар да бір нәрседен қысылып жүргендей болды. Бірақ не болғанын
айтпайтын. Жеңешесі не болды саған, біреу ренжітті ме десе, жоқ жеңеше, бәрі дұрыс дейтін. Гүлжанның уайымы басталды. Бұл қызға не болып жүр? Неге бұрынғыдай ашық жарқын болмай кетті? Әбіржіп те кетті. Бір нәрсені жасырып жүргені анық. Бірақ не болды екен дейді. Күнде осы Ажардың көңіліне қарап жүретін болды. Бір күні екеуі шай ішіп отыр еді. Ажардың әрең демалып отқанын байқайды. Өзі босанған келіншек бір нәрсені сезгендей болды. Ажар, осы сен менен не жасырып жүрсің? Демалуың да күдікті. Әрең демалып отырсың ғой. Жүкті кезімде солай болып еді менде. Алданып қалғаннан саумысың сен қыз? Деп сұрады. Жоқ жеңеше, менде бәрі жақсы. Оны қайдан шығардыңыз деді. Шынында солай болса айт, жасырмай ештеңені. Жоға жеңге, жасыратыным жоқ. Айтамын бір жағдай болса деді. Осы сұрақ мазалап Гүлжан бірнеше рет қайталап сұрады. Бірақ ештеңе айтпастан Ажар тағы жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырды. 2-3 күн өткенде Гүлжанға ауруханадағы аға медбике Кәлима хабарласты. Гүлжан екеуі жақсы араласатын құрбылар. Амандық саулықтан соң Гүлжан, маған келіп кетесің бе? Не болып қалды жайма? Телефонмен айтатын әңгіме емес, келіп кетші. Жарайды, қазір барамын деді. Бірақ Гүлжанның іші сезіп тұрғандай болды әңгіменің не жөнінде екенін. Өйткені соңғы уақытта бәрін байқап жүрген еді. Ойлағанындай барлық әңгіме Ажар туралы екен. Бара салып Кәлима Гүлжанды бөлмесіне сүйреп кіргендей болды. Гүлжан, сен ренжіме, осылай шақырып алғаныма. Айтпасам болмайды. Екеуміз құрбымыз, әрі Ажар да маған сіңілім сияқты. Бірақ сенің қайын сіңілің ойнап жүріп от басып қалған-ау. Соңғы уақытта демалысы да жиіліп, жүрісі де кішкене өзгеріп жүр дейді. Мұны естіген Гүлжан, өзім де күдіктеніп жүрмін. Сұрап едім, айтпады. Олай емес деп бой бермей отыр. Сен тағы сұра. Екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес. Айтқанымыз рас болып, ертең ел алдына қарай алмай қалмаңдар. Әлібек те жақсы қызмет атқарады. Пәленшенің қарындасы үйде отырып босанып қалыпты деп жүрмесін елдер, деді. Кәлимадан шыққан Гүлжан аяғын тез басып үйіне келді. Келе сала тамағын жасап жүріп, ой үстінде жүр. Не болса да бүгін бәрін шешемін. Айтпаса басқа шара қолданамын деп өз ойымен арпалысып жүрді. Кешкі жұмыстан шыққан Ажар үйіне келді. Алдына тамағын қойып, Гүлжан сөзді бастады. Ажар, кешегі әңгімені сенен қайта сұраймын. Алданып қалмадың ба? Жоқ дедім ғой жеңеше. Мен бүгін сенің жұмысыңа бардым. Кәлима да сені байқапты. Жасырма, айт. Екеуміздің де шатасуымыз мүмкін емес. Маған сен, әйелді әйел адамы ғана түсінеді. Егер мені алдап, ертең ағаң білетін болса, не боларын білесің. Сондықтан айт қазір. Қанша жасырсаң да біліп тұрмын деді. Не керек? Ажардың ішінен барлық сырын суырып алғандай болды. Бір кезде отыра қалып Ажар жылады. Жеңеше, айтып отырғаныңыз рас, мені алдап кетті деді. Кім ол? Қайдағы жігіт? Осы ауылдан ба? Айтмаған, өзім сөйлесемін онымен деді Гүлжан. Жоқ, ол қалада. Өзімен бірге жұмыс істейтін дәрігер. Басында бойдақпын деп алдап жүріпті. Оның арбауына қалай түсіп қалғанымды білмеймін. Қайдан білейін, бойдақ жігіт екен деп жүрсем, үйленген, 2 баласы бар, отбасылы екен. Оны да кейін болар іс болып қойған соң естідім. Алмайды ол мені, бармай-ақ қойыңыз. Отбасымен бірге болсын, отбасын құртқым келмейді деп әбден жылады. Неше ай болды? Қане көрсет ішіңді. Қалайша менен жасырып жүрдің деді ашуланып. Уақытым жақындап қалды ғой деймін. Жүруім қиындап кетті. Ішін ашып көрсетті. Ішін мықтап байлап алған екен. Ой, бұл байлап тастапсың. Андағы балаға зияның тимесе болар еді. Не істейміз енді? Не ойлап жүрсің сен қыз осы уақытқа дейін? Үйде босанып отырамын дедің бе? Ағаңның мінезін білесің. Біліп қойса екеумізді де оңдырмайды. Қайтсем екен, а? Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін де білмей тұрмын. Сенің мұнда босана алмайтының анық. Не болса да қалаға барып босанасың. Бір шешімін табу керек. Әзірге босанып қоймай тұрғанда қалаға бара тұр. Жақын құрбыңа жағдайыңды түсіндір, сосын бір мәнісі болар деді. Таң енді атып жатқаны сол, Гүлжан Ажарды оятып, босансаң хабарын берерсің деп қалтасына ақша салып қалаға шығарып салды. Әлібекке Ажарды жұмыспен қалаға кетті дей салды. Кәлимаға қалаға жібердім деп айтарсың деді. Содан бері неше күн өтті, жанын шүберекке түйіп, Гүлжан Ажардан хабар күтіп жүр, не болар екен деп. Хабарласқан Ажар жоқ, тағаты таусылды. Хабарласайын десе телефон жоқ, күтуден басқа амалы болмады.
10 шақты күннен кейін Ажар ауылға қайта оралды. Қолында бала жоқ, жалғыз өзі. Сүйретіліп ішке кірді. Үйге кіргеннен Гүлжан алқымынан алды. Бала қайда? Тастап кеттім. Қайда тастап кеттің? Bir апайға. Енді не болады? Кім ол? Таныс апай ма? Ол баланың жағдайы не болмақ енді деп ұрысқан жеңгесіне. Уайымдамаңыз, сенімді адамдарға өз қызымды қалдырдым. Жағдайлары да жақсы екен. Менен гөрі сол кісілер жақсы қарайды деді. Неге хабар бермедің? Бір хабарыңды күтіп, сар уайымға салындым ғой. Сізге хабар бере алмадым. Ауылдан кеткен соң 4 күннен кейін босандым. Не істерімді білмедім. Сондағы бір медбикеге басымдағы жағдайды айтып едім. Ол кісі өзінің танысын ертіп келді. Сол жерде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Біраз жыл болыпты сәби сүйе алмай жүргеніне. Түсі жылы, жайдарлы апай екен. Өзіне қалдыруын сұрады. Ешкімнен кем қылмай мәпелеп, аялап өсіремін деп сөз берді. Мен де ол баланы мұнда әкеле алмайтыным анық. Ең болмағанда жақсы, бақуатты отбасында таршылық көрмей өссінші деп тастадым деп бір жылап алды. Не керек, болар іс болды. Ары қарай жылжу керек. Біраз уақыттан соң барлығы ұмытылып кеткендей болды. Ажар қайтадан жұмысқа шықты. Уақыт өте келе Ажарға сол ауылдың бір жігіті сөз салып жүрді. Өзі сымбатты жігіт еді. Ажарға ұнайтын. Бірақ Ажар өзінің міні болғанға оған өз келісімін бермеді. Күнде сол жігітті көру қиынға соқты. Жігіттен алыс жүргісі келіп, ауыл орталығына жұмысын ауыстырды. Ол жақта жұмысқа алданып жүрді. Кейін өзімен бірге жұмыс істейтін Ерғали сөз салды. Ерғали аузын ашса, жүрегі көрінетін ақкөңіл жігіт еді. Өзі бұрын ажырасқан, тең-теңімен, тезек қабымен деген. Өз теңі болған соң Ерғалиға жоқ демеді. Екеуі отау құрды. Содан бері 27 жыл өтті. Қазіргі таңда Ажар, Ерғали екеуі Астанада тұрады. Бір ұл, бір қызды тәрбиелеп отыр. Егер бұл оқиға ұнаған болса, арнамызға жазылып, қоңырауша мен лайк басуды ұмытпаңыз. Егер сізде өз оқиғаңызды осы YouTube каналында тыңдағыңыз келсе, онда төмендегі сілтемеге өтіп, өз оқиғаңызбен бөліссеңіз болады. Барлығын анонимді түрде шығаратын боламыз. Келесі видеода кездескенше оқырман.